Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Қазақша контентті қолдап жатқандарыңызға әрқашанда рахметімізді айтамыз. Бірақ көпшілік тұрғыда көп адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Уақыт тауып тіркеліп қоңыраушаны басып кетсеңіздер, риза болып қалар едік. Бүгінгі сіздерге ұсынатын тақырып көп адамдарға жат емес. Бұл ауыз суды 2 рет қайнатып ішкен дұрыс па? Немесе қайнаған судың қандай пайдасы немесе зияны бар? Осы жайында талқыламақшымыз. Қазір сіздерге біраз материалдарды ұсынамыз. Соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, таратып жіберлеріңізге де болады. Жалпы біз қандай ауыз су ішіп жүрміз? Ауыз суды бірнеше рет қайнатып ішу пайдалы ма, жоқ зиян ба? Ауыз суды қайнатқаннан кейін ыдыста неге қақ түзіледі? Осы және басқа да сұрақтарға жауап іздедік. Суды неге 2 рет қайнатуға болмайды? Дәрігер Арай Әмре қайнаған судың құрамында зиянды зат болмайды деген түсінікті жоққа шығарды. Суды құрамындағы бактериялардан тазарту мақсатында ғана қайнатып ішеміз. Бірақ ондағы А гепатиті вирусы су қанша қайнаса да жойылмайды. Сонымен қатар ботулизм бактериясы суды 5 сағат қайнатқанда ғана өледі. Ал біз ауыз суды 5 сағат бойы қайната алмаймыз. Бұл кезде су буға айналады дейді диетолог. Оның айтуынша суды қайнатқанда ол қатты күйінен жұмсарады. Бірақ оны 2 рет қолданбаған дұрыс, яғни суды 2 рет қайнатпаған дұрыс. Қайнаған суды жарты сағат өткеннен кейін ішуге болмайды, себебі ішіне микроб түседі. Суды пайда болған микробтан тазарту үшін оны қайтадан қайнатып ішпеңіз. Бұл жағдайда ол құрамындағы магний, кальций сияқты элементтерден және пайдалы дәрумендерден арылады. 2 қайнаған су адам ағзасына кері әсер етеді. Сондықтан әр ыстық судан кейін шайнекті міндетті түрде жуу керек. Суды тек 90 градусқа дейін, яғни толық қайнатпай қолдану керек. Су қатты қайнағанда оның барлық пайдалы дәрумені жоғалады. Егер таңертең аш қарынға 90 градусқа дейін қайнаған су ішсеңіз, ағзаңыздан түні бойы бөлінген қалдықтар шығады. Бұл нәрсені әдетке айналдырсаңыз, метаболизмнің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Үйде фильтр болса, суды тазартып ішкен әрине дұрысақ. Су 90 градуста өлі су саналады. Қайнаған суды басқа ыдысқа құйып, тұндырып, ішіне күміс салып қойса, ол қайта өңделгендей күйде болады. Кран суында осындай тәсілмен ішуге болады, дейді маман. Кран арқылы келетін жер асты суының құрамы сол аймақтың экологиясына байланысты. Мысалға, Алматыда ауыз су бірнеше су көзінен 30% үлкен Алматы және Кіші Алматы өзендерінен 70% Алматы Талғар жер асты ұңғымаларынан алынады. Алматы су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының мәліметінше, қаланың суы ТМД елдері арасында ең сапалы ауыз су деп есептеледі. Алматыда бірнеше жылдан бері суды залалсыздандыру үшін хлордың орнына кәдімгі ас тұзынан электролиз әдісімен алынатын натрий гипохлоридті қолданылады. Натрий гипохлоридінің хлорға қарағанда белсенділігі жоғары, пайдаланғанда қауіпсіз, жанбайды, жарылмайды және қолданысы қарапайым, дейді мекеме мамандары. Сұйық хлор адам өміріне зиян. Сондықтан суды залалсыздандыру технологиясын натрий гипохлоридіне ауыстырдық. Халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігін бәрінен жоғары қоямыз, дейді мекеме мамандары. Ал енді ыдыста неге қақ түзіледі? Тұрғындар ауыз суды қайнатқаннан кейін ыдыста қақ тұрып қалады деп наразылық білдіріп жатады. Қақ су құрамындағы тұз кермегі. Ол кез келген суда кездеседі. Ашық су қоймалар арқылы келетін суда тұз өте аз болады. Ал ұңғымалардан алынатын су құрамында оның концентраты көбірек. Қайнаған судың зияны және тіпті қауіптілігі туралы көптеген пікір бар. Суды алғаш қайнатқанда оның құрамында зиянды химиялық қосылыстар түзіле бастайды. Ал қайта-қайта қайнаса, олардың концентрациясы бірнеше есе артады деп есептеледі. Кейбір зерттеушілердің пікірінше су тіпті ауыр болады. Ондағы дейтерий сутегінің изотопын түзеді. Ауыр су әдетте ядролық реакторларда қолданылады.
Бұл мәлімдемелерді тексеру үшін Қытай ғалымдары суды қайта-қайта қайнату арқылы тәжірибе жасады. Бұл жолы су сынамаларын алып, магний, мырыш, алюминий, темір, хром, сынап, қорғасын, мыс, селен, кадмий, сурьма, хлорды өлшеп, түсін, иісін, мөлдірлігін, ішек таяқшасының бар жоғын тексерді. Көп сағаттық сынақтар мен үлгілерден талдаудан бірнеше рет қайнатылған суда қауіпсіздік стандартына сәйкес келетіні анықталды. Тек pH деңгейі сәл өсті, яғни 8,95%-ға дейін. Әдетте стандартта судың pH деңгейі 6,5% және 8,5%-ға дейін қауіпсіз. Бұл су ішуге қауіпсіз дегенді білдіреді. Тек қайта-қайта қайнатылған судың қарапайым суға қарағанда дәмі әлде қайда ащы екені анықталды. Ғалымдардың айтуынша, ағын суға қарағанда қайнаған суды салқылдатылған немесе жылы су ішу денсаулыққа пайдалы. Өйткені қайнатылған су патогендік микроорганизмдерді тиімді түрде өлтіреді және дезинфекциялық заттардың қалдықтарын азайтады дейді. Қайнаған суды бір рет қайнатқан жеткілікті, екінші рет қайнатуға мүлдем болмайды. Себебі екінші рет қайнатқанда ол жерде ағзаға қажетсіз, пайдасыз улы элементтер түзіледі.